Зәрият сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Үйітқып соққан желге, қорғасындай ауыр, жауын суын көтерген бұлттарға, су бетінде балықтай жеңіл жүзетін кемелерге, Алладан пәрмен алып, адамдардың ризық несібелерін және өңірлерге жауатын жауын шашынды үлестіруші періштелерге серт. Сендерге уәде етілгеннің бәрі, әлбетте хақ, шын. Дін күні, яғни ұлы сот және қарымта күні міндетті түрде орнайды. Сонда әрбір жан дүниедегі істерінің қарымын алады. Сәнді жолдар мен аспан денелеріне тән айналма жолдарға толы аспанға серт. Ей кәпірлер! Расында сендер Алла елшісіне және Құранға қатысты бір-біріне қарама-қайшы сөздер айтудасыңдар. Тура жолдан тек хақ пайғамбар мен Құран мәселесінде әзәзіл шайтанның арбауына түсіп алданған бейбақ қана тайдырылмақ. Хақ пайғамбар мен Құран жайлы ойларына келгенді айтатын кәззаптарды лағнет атсын. Олар надандыққа салынып, ғапылдыққа бой алдырғандар. Олар өздерінше дін күні, яғни Алланың алдында есеп беретін ұлы сот және қарымта күні қашан өзі деп сұрайды. Ол күн олардың жалын атқан жаһаннамға тасталып, отқа қақталып, шыжғырлатын күні. Сонда оларға енді өздеріңе лайық азаптың дәмін жақсылап тұрып татыңдар. Келетін болса тезірек келсе екен деп, өздерің асықтырған азап міне осы делінеді. Шүбәсіз Аллаға лайықты түрде тағзым ететін, оның алдында асы болудан барынша сақтанатын тақуа жандар жұмақ бақшаларында бастау бұлақтардың басында болады. Раббыларының өздеріне берген сый-сияпатын қуана-қуана алумен болады. Өйткені олар кезінде дүниеде игілікті істер істейтін, ізгілікке құштар жандар болатын. Сондай-ақ олар түнде аз ұйықтайтын және Раббыларына көп құлшылық ететін, сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін. Олар қолындағы мал пұлдарында қайыр садақа тілеген пақыр міскіндер мен ар ұятты болғандықтан ешкімге қол жаймайтын, садақадан махрұм қалған кедей кепшіктердің де ақысы бар екенін ұмытпайтын. Жер бетінде Аллаға қалтқысыз иланғысы келетін жандар үшін көптеген анық айғақтар бар. Сондай-ақ өз болмыстарыңда да талай-талай айғақтың бары анық. Сонда да көрмейсіңдер ме? Ал көкте ризық несібелерің мен өздеріңе уәде етілген ағыл-тегіл нығметке толы жұмақ бар. Көк пен жердің Раббысына серт. Сендердің тіл қатып сөйлегендерің қандай ақиқат болса, сендерге берілген бұл уағда да сондай ақиқат. Уа Мұхаммед! Саған Ибрахимнің құрметті қонақтары жайлы ғибратты әңгіме жеткен беді. Есіңде болса, олар бір күні Ибрахимге келіп, сәлем, яғни саған есендік тілейміз деп, сәлем берген еді. Ибрахим де өз кезегінде оларға сәлем, мен де сендерге есендік тілеймін деп, жылы шырай танытып, ішінен, бұлар өзі бұрын соңды ұшыраспаған бейтаныс қауым болды деді. Сөйтті де, бірден үй ішіндегілерге барып, құдайы қонақтарға арнап, семіз тананың етін пісіріп әкелді. Асты алдарына қойып, дәмнен алмайсыздар ма деді. Алайда, құдайы қонақтардың алдына қойылған асқа қол созбағанын көргенде, олардан секем алып, қорқа бастады. Мұны сезген қонақтар оған, қорықпа, біз Алланың елшілеріміз дей келіп, оны үлкен білімпаз болатын ұл баламен сүйіншіледі. Сол-ақ екен, қонақтардың әңгімесін құлағы шалып қалған жұбайы бір жағынан қуаныштан жарыла жаздап, бір жағынан қатты қысылғаннан ойбайымен үйді басына көтере, қонақтардың қасына келді де, бетін шымшып, ойбай, мына мендей, ғұмырында бала көтермеген бедеу кемпір ұл табат дейсіңдер ме деді. Сонда періштелер, иә солай, Раббың солай айтты. Шүбәсіз, ол хаким, әр ісімен
үкімі көп деген хикметтерге толы, асқан даналық иесі. Алим, бәрін лайықты түрде білетін шексіз ілім иесі деді. Ибрахим, уа елшілер, бұл келістеріңнің негізгі мақсаты не деп сұрады. Олар, біз бір күнәһар қауымға жіберілдік. Олардың төбесіне балшықтан күйдірілген тас жаудырмақпыз. Ол тастардың әрқайсысына шектен шыққан күнәһарлардың әрбіріне арналып, Раббыңның құзырында таңба басылған деді. Сөйтіп, елшілеріміз әлгі күнәһар қауым жайлаған жерге келіп жеткендерінде, алдымен ол жердегі мүміндерді азапқа ұшырайтын ауылдан шығарып, аулаға кетті. Әйтсе де біз ол арадан бір отбасыдан басқа мұсылман болған ешкімді таппадық. Ақырында сол елді мекенде Алланың жан төзгісіз азабынан қорқатындар үшін ғибратты нышан, яғни жермен жексен болған жұрт қалдырдық. Мұсаның басынан өткен оқиғаларда да талай ғибрат бар. Есіңде болса, оны бұлтартпас дәлелмен, мұғжизамен Перғауынға жіберген едік. Ал Перғауын болса, өзінің арқа сүйер әскерімен бірге ақиқаттан теріс айналып, Мұса жайлы, бұл я сиқыршы, яки есі ауысқан жынды деді. Ақыр соңында оның өзінде, әскерінде бас салып бірін қалдырмай теңіз түбіне батырып жібердік. Сонда Перғауын көпірлікте табандаған үшін ақырып, өз-өзін жазғырумен болды. Ат халқының жойылуында да талай ғибрат бар. Біз оларға бәрін түп тамырмен жоятын дүлей дауыл жібердік. Бұл дүлей дауыл алдынан шыққанның бәрін сыпырып, сиырып, күлін көкке ұшырумен болды. Сәмуттықтарда да талай ғибрат бар. Оларға тағы біраз уақыт қу тіршіліктің қызығына бата тұрыңдар делінді. Алайда олар Раббыларының бұйрығынан безіп, азғындыққа салынғанда тал түсте, көз алдарында төбелеріне ғаламат жай оты түсті. Сөйтіп олар өз бетінше қашып құтыла алмай, тұрған жерінде омалды да қалды. Һәм ешкімнен көмек те көрмеді. Одан бұрын Нұх қауымының да көзін жойған едік. Өйткені олар да тура жолдан тайған азғын қауым еді. Көкке келсек, біз оны құдіретімізбен тұрғыздық. Оны үнемі кеңейтіп жатқанда, өйткені біз шексіз құдіретпен билік иесіміз. Жерді көсілте жайып, төсегенде біз. Өздеріңіз зер салып қараңдаршы, қандай керемет төсегенбіз. Сондай-ақ, ойланып сабақ аларсыңдар деп, барлық нәрсені жұп-жұпмен жараттық. Уа Мұхаммед, қауымыңа, ендеше уақыт оздырмай, Аллаға жан жүра жүгініңдер. Яғни Алланы паналауға асығыңдар. Шүбәсіз мен сендерге оның тарапынан келген анық ескертушімін. Алламен қатар басқаны да тәңір тұтып, Аллаға серік қоспаңдар. Шүбәсіз мен сендерге оның тарапынан келген анық ескертушімін деп айт. Уа Мұхаммед, міне осылайша олардан, яғни қауымыңнан бұрынғыларға да Алладан пайғамбар келген кезде олар да бұл я сиқыршы, я болмаса есі ауысқан жынды деуден ары аспаған еді. Жоқ әлде олар өзара келісіп әлгі сөзді бірінің аузына бірі салып қойды ғой дейсің бе? Жоқ. Олардың барлығы да азғын қауымдар. Міне сондықтан да құдды бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай сөйлеуде. Уа Мұхаммед, ендеше олармен сөз таласқа түспе. Олардан сырт айнал. Оларға қолыңнан келгенше ақиқатты түсіндіруге тырыстың. Ендігі жерде саған ешқандай айып тағылмайды. Сонымен қатар, ақиқатты еске салып, насихат айтуыңды жалғастыра бер. Өйткені ақиқатты еске салып, насихат айту мүміндерге һәм иман етуге бейім жандарға қашанда пайдасын тигізбек. Мен жындар мен адамзатты тек қана мені танысын, һәм маған құлшылық етсін деп жараттым. Мен олардан нәпақа сұрамаймын. Мені тамақтандырғандарын да қаламаймын. Анығында, нағыз Раззақ, күллі жаратылыс атаулының ризығын беруші, құдіретті күш иесі Алла.
Ендеше Аллаға серік қосып, немесе оған құлшылық етуден қашып, өз-өздеріне зұлымдық қылғандардың да бұрынғы жолдастарының алған сыбағасындай жан төзгісіз иләһи азаптан алар сыбағалары бар. Олай болса, олар асықпай-ақ қойсын. Өйткені өздері тілеген иләһи азап бастарына келмей қоймайды. Ендеше өздеріне уәде етілген алапат күн орнағанда, күпірлік қылғандардың халі қандай қараң, мүшкіл десеңші.